Biz Канди қаласында орналасқан Зубда Будда храмына келе жатырмыз. Будда Зубдаға келетін болсаңыздар, салафан алғаныздар, аяқ киімге салатын және нәски. Өткен полстық. Қазір мына жақта аяқ киім қалдыратын жер бар. Сол жерге апарып қоямыз да кетеміз. Будда Зубда. Дұрыс айттың ба? Білмеймін точно. Зуба Будда, да? Зуба Будда. Оң аяқпен кіреді десең, біз Зуба Будда храмына келдік. Бұл Будданың 4 тісінің біреуі жатқан жер. Я, дұрысын естідіңіздер, тіс. Будданы кремировать еткен кезде, кремацияны мен қазақшасын білмейді екен. 4 тісін алып қалған. 4 тісі әлемнің 4 жерінде жатыр, және бір тісі осы Шри-Ланканың Канди қаласындағы Зуба Будда храмында, храм шіркеу болу керек, қателеспесем. Бұл тісті Шри-Ланканың королінің 371 жылы басқарған патшаның қызы шашына жасырып сақтаған екен. Осы тісті ұрлауға көптеген елдер осы Будда дінін ұстанатын тырысқан екен. Алайда шри-ланкалықтар бұл тісті көзінің қарашығындай қорғауда. Территориясының барлығында Шри-Ланка мемлекетінің әскері қорғайды. Бұл тісті шри-ланкалықтар өздерінің әртүрлі қалаларында сақтаған. 18 ғасырдан бері осы Канди қаласында сақтаулы тұр. 1996 жылы айтпақшы. Тигры освобождения деген қозғалыс, ислам қозғалысы осы храмға бомба қойған екен. Бомба жарылған. Алайда тіс өте қиын жерде сақталып тұрғаннан кейін оған қатысы болмаған екен. Зардап шекпеген бе тіс, короче. Ал егер тіс жоғалатын болса, тісті көрсете алмаймын, өкінішке орай. Кезек өте көп тісті көруге деген. Тіс жоғалса, немесе тіс жарылып бір жоғалып кететін болса, шри-ланкалықтарда өздерінде сондай уайым бар екен. Біз мемлекет ретінде жоғалып кетеміз деген. Кісілер өздерінің буддаларына сыйынып отыр. Әр ұлттың өзінің ұстанатын діні, ділі, дәстүрі болады. Сондықтан бұларға еш нәрсе айта алмаймыз. Айтатын да ешқандай құқығымыз жоқ. Сондықтан сол. Бұл жерге тарихи жәдігер ретінде келдік. Суретке түсетін локация ретінде. Сондай. Мына Будда тәтеміз осы кісінің тісі үшін дәл осындай керемет храм салған екен. Бүкіл Шри-Ланканың барлық жерінде, автобустарда, пойыздарда, таксилерде, тук-тукерлерде, көліктерде, тағы магазин, кафе, барлық жерлерде дәл осы Будданың Sandavan ruvin sara asha hangungen taruvan nuvan baranari gamantala tutuvan bashivu vasho babatin kol nikamal patum